Облыстағы халық санының өсіммен көші-қон мәселесі жайында бүгінгі әңгіме хабарында сөз етеміз. Студия қонақтарымен таныс болыңыздар. Әлия Көшкімбайқызы Қырықбаева, Шығыс Қазақстан облысы Әділет департаментінің Ахат бөлімінің басшысы. Қош келдіңіз. Дина Мәулетханқызы Иксанова, Шығыс Қазақстан облысы жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламаларды үйлестіру басқармасының бас маманы. Қош келдіңіздер. Ал енді бүгінгі біз әңгіме хабарының негізгі өзекті тақырыбының бірі мына халық санының өсу және көші-қон мәселесі деп айтып жатырмыз. Алғашқы сауалды Әлия Көшкімбайқызы өзіңізге жолдасақ, жалпы облыс бойынша бүгінгі күні осы демографиялық ахуал қандай? Сол жайында қысқаша көрермендерімізге ақпарат бере кетсеңіз. Біздің облысымызда өткен жылы 2017 жылы өмірге 22.319 бала дүниеге келді. Бұл 16 жылменен салыстырсақ 1202 балаға саны азайды. 16 жылы 23.551 бала дүниеге келді. Өткен жылы облысымызда дүниеден кеткен адамның саны 14.384 неде болды. 16 жылменен салыстырғанда бұл да сәл кішкене азайды, 456 адамға саны азайды. Бірақ та мен неше жыл істеп келе жатырмын ғой, 2003 жылдан бастап біздің облыста бір айтатын бір мәселе, бұл туудың саны өлімнен өсім байқалады. 2013 жылы 20 қана адамның ортасында не болды? Айырмашылығы болды. Өткен жылы бұл айырмашылық 7908 кісіге. Бұл да көрсеткіштер дейсіз ғой. Көрсеткіште айтуға болады, иә. Жақсы. Ал енді мына көші-қон мәселесі деп жатырмыз. Дина Мәулетханқызы. Жалпы мемлекеттің 2017-2021 жылдарға арналған көші-қон саясатын жүзеге асырудың негізгі тұжырымдамасы бекіді. Жалпы бұл тұжырымдаманың негізгі мақсаты қандай? Бұл тұжырымдама нені көздейді? Көші-қон саласындағы алдағы 5 жылда атқарылып жатқан іс-шаралар, бұлар көші-қон саласындағы стратегиялық мақсаттар мен міндеттерді негізгі бағытты айқындайтын 2017-2021 жылдарға арналған көші-қон саясатының тұжырымдамасы шеңберінде іске асырылып жатқан игі істер болып табылады. Тұжырымдаманың басты мақсаты бұл орнықты әлеуметтік-экономикалық дамуды, ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету аясында халықты үйлестірілген тең сипатта қоныстандыру және жұмыс күшін тиімді орналастыру болып табылады. Тұжырымдаманың үлкен 4 тармағы бар. Бұл ең бірінші еңбек қызметін жүзеге асыру үшін Қазақстан аумағына келген білікті мамандарды жұмысқа тарту, шетелдік жұмыс күшін тарту деп аталады. Екінші үлкен тармақ бұл ішкі көші-қон. Ішкі көші-қонды дамыту және халықты ұтымды орналастыру. Үшінші тармағы бұл сыртқы көші-қон. Сыртқы көші-қон дегеніміз Қазақстан Республикасының аумағынан тыс орналасқан этникалық қазақтарды елге оралу жолында құжаттандыру және қазақстандық ортаға бейімдеу. Және төртіншісі бұл заңсыз көші-қонға қарсы тұру. Осы 4 бағыт бойынша үлкен іс-шаралар жоспары бекітіліп, бүгінгі таңда өте көп жұмыс атқарылып жатыр. Нормативтік құқықтық база жаңартумен бастап, халықпен жұмыс істеу, жаңа бағдарламалар аясында өте көп алғышарттар болып жатыр. Осының барлығы біздің көші-қон саласындағы тұжырымдамаға келеді. Жақсы. Ал енді Әлия Көшкімбайқызы, жалпы мына облыста өткен жылы некеге тұрған азаматтардың саны қанша? Биылғы жыл басынан бері қандай да бір фактілер, есептік көрсеткіштер тіркелді ме осы некеге тұруға байланысты, отбасын құруға, өтініш беру тәртібі дейміз? Өткен жылы біздің облыс көлемізде 10.260 неке қиылды. Бірақ та кері әсер ететін бір фактіміз, біз былтырғы жылы облыс көлемізде неке ажырасу акттерін көбею. Бізде жаңа айттым ғой, 10.260 неке қиылса, осының ішінен 5.140 неке ажырасылды. Біз некеде глубокий аудан бір ауданына алып көрсек, бұл 50% құрайды. Неке глубокий ауданын алсақ, бізде былтырғы жылы 260 неке қиылса, осы неке 260
212 ажырасты. Бұл 80%-ді құрайды. Өскемен қаласында, міне үлкен қаламыз ғой, 3320 неке қиылса, 1725 неке ажырасу актісін тіркедік біз. Бұл 52% құрайды. Енді ахат органдары бұл тіркеу органдары ғой. Сондықтан бізге енді некеде отырған адамдар уже сот шешіміменен келеді. Біз оған уже тіркейміз, қолдарына неке ажырасу куәлігін береміз, бірақ та біз уже бұл сұрақ шешіліп қойған сұрақ. Сондықтан біз ол кісілерге бір ақыл айтатын, сөз айтатын біздің құқымыз жоқ. Но бірақ та тағы да екінші мәселе, бұл некеге жас жұбайлар өздерінің кәмелетке толмаған баладары жоқ, немесе бөлетін мүліктері жоқ, одар сотқа бармай ахаш органдарына арыз беріп ажырасуға болады ғой. Бірақ та бұл қазір саны біз облыс көлемізді жетіп жатыр. Бірақ та бұндай арыздар бізге қазір енді электронный портал арқылы біз қабылданатын арыздар көп қой. Сондықтан неке қию ол электрондық портал арқылы алынып отыр. Сондықтан жастар бұл арыздарын үйде отырып қана бере алады. Оны біз портал бойы аламыз да, бір айдан кейін заң бойынша бір айдан кейін уақытын белгілеп қоямыз да, айтқан күні өздері келіп куәліктерін алады. Қазіргі заманда осы ахат бөлімнің қызметкерлерінде тікелей осы жас жұбайлармен де тікелей ажырасу біздің жұбайларменен сөйлесетін біздің уақытымыз да немесе жоқ, біздің құқымыз да жоқ оларменен. Ал мына некелескен азаматтардың арасында енді статистика бойынша дейміз бен сіздер жүргізесіздер ғой. Мына өзге шет ел азаматтармен некелескендердің үлес салмағы қандай, жалпы ол жылдан жылға өсіп келе ме бұл көрсеткіш? Өсіп деп айтуға болмайды. Былтырғы жылы бізде 10.260 некеден бізде 283 шетел азаматтармен неке қиылды. Бұдардың көбі саны Ресей Федерацияның азаматтарымен неке қиылады. Түркия азаматтарымен қазір жас қыздар сабаққа, оқуға кетеді көп шет мемлекетке. Сондықтан Түркия азаматтарымен бізде неке қиылады. Біздің көрші мемлекеттеріміз мына жақта Қырғызстан, Өзбекстан, мемлекеттердің азаматтарымен неке бар. Бәрі саны 283, ол аса көп емес қой енді. Осындай көрсеткіштер бар дейсіз ғой. Жалпы енді мына көші-қон мәселесіне қайтып оралсақ, Дина Мәулітханқызы, мына шетелден келетін азаматтарына тұжырымдамаға сәйкес оларды жұмысқа орналастыру, жұмысқа тарту мәселесі сіздерде қалай жолға қойылған? Ол кісілермен жұмыс барысы қалай жүзеге асырылады? Мысалы, шетелдік азаматтармен. Шетел азаматтары Қазақстан аумағында не рұқсатпен, не рұқсатсыз жұмыс істей алады. Біздің басқарма тарапынан Шығыс Қазақстан облысының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламаларды үйлестіру басқармасы рұқсат беру жағына жауапты. Рұқсатпен жұмыс істейтін шетелдіктердің барлығы бізден құжаттандырылады. Біз тек қана заңды тұлғалармен жұмыс істейміз. Заңды тұлғалар бізге жыл сайын өтінім қажеттілік әкеп өткізеді. Мысалы, келер 2019 жылы біздің кәсіпорын немесе мекемеге осынша шетелдік маман қажет етеді деген негіздемесін қоса отырып, қағазге өткізеді. Бұл көбіне шетелден тартылған білікті мамандар. Тәжірибесі мол, білімі бар, білімін растайтын құжаттары бар. Бұл шетел мамандарын жұмысқа тарту үшін бұл мемлекеттік қызмет түрі болып саналады. Бізде тікелей жүзеге асырылады. Біз берілетін рұқсаттың мерзімі тура 1 жыл. Оны басқа бөгде шетел қызметкерінің атына аударып беруге болмайды, басқа жұмыс берушіге де аударып беруге болмайды. Бұл үкімет айқындаған қаулының шеңберінде жүзеге асырылады. Жұмыс беруші алдын ала келер жылға сұраған шетелдіктерге үкімет квота бөледі. Сол квота аясында квотадан аспауы тиіс. Егер мысалы бізге жүгінген бір кәсіпорын келер жылға 10 шетел маманға өтінім тапсырса, онда сол келер 2019 жылы сол мекеме тек қана 10 адамды ғана жұмысқа тарталады.
осындай енді тәртіптері. Ал рұқсатсыз жұмыс істейтін шетел мамандары, бұлар ішкі істер органдары арқылы көші-қон полициясы басқармасы тарапынан визалық көмек қолдау таба отырып, рұқсатсыз жұмыс істейтін. Енді бұл кісілердің өздерінің тізбесімен құжаттар тізімі бар. Олардың өз талаптары бар дейсіз. Ал мысалы үшін шетелден келетін азаматтардың жұмысқа тартылуында қандай да бір шектеулер, талаптар бар ма? Шектеуліктер қойылған ба? Шектеу деген енді осы квота жағынан ғана. Өздері жұмыс беруші заңды тұлға сұраған санынан аспауы тиіс. Мысалы 10 бірлік сұраса келер жылға, онда біз тек қана 10 бірлікті ғана рұқсат қағазбен қамти аламыз. Сонан кейін берілетін бір жыл әр рұқсат қағаз жеке дара шетел маманның атына беріледі. Рұқсат қағазда шетелдік маманның аты жөні жазылады. Оны жұмысқа тартып отырған жұмыс беруші туралы толық ақпарат тұрады. Осы қағазбен басқа екінші оның досы, көршісі жұмыс істей алмайды. Ол жеке сол адамның атына ғана берілген. Осы жағынан ғана шектеу. Енді Қазақстанда тұру, жүру заңнамасын, көші-қон заңнамасын, еңбек заңнамасын сақтау керек. Ол енді барлыққа қойылатын талап бірдей қойылатын. Ал енді мына биылғы жолдаудың өзінде елбасы мына цифрландыру, автоматтандыруға ерекше мән беріліп, барлық жаңағы халыққа көрсетілетін қызметтердің барлығы қолжетімді болу керектігін атап өтті. Осы ретте сіздің жұмысыңызға қатысты осы жүйенің енгізілуі жоспарда бар ма? Мысалы үшін шетелдік азаматтар сол шет елде отырып сіздерге мысалы үшін келу туралы, не болмаса жаңағы кәсіпорын жұмысқа тарту туралы ақпаратты электронды түрде жолдауына мүмкіндік бар ма? Енді бұл болашақта жаңа айтып кеттім, мемлекеттік қызмет түрі екен. Мемлекеттік қызмет түрі альтернативті түрді көрсетіледі. Біздің басқарма тарапынан, соң жаңағыдай сіз айтқан электронды үкімет тарапынан. Бірақ бұл Қазақстан аумағында тіркелген заңды тұлғалар жұмысқа тартып отырғандықтан, бұл Қазақстан аумағында жүзеге асырылуы керек. Заңды тұлғалар әрине өзінің жұмыс орнында, үйде немесе халыққа қызмет көрсету орталығында ЦП кілтін пайдалана отырып, әлбетте өтініш беруіне мүмкіндік бар, рұқсат етілген дейсіз ғой. Ал енді сіздердің жұмыстарыңызда осы электронды жүйе арқылы бірқатар қызметтер жүзеге асырылып келе жатыр. Мысалы, өзіңіз айтып өткен некеге тұруға арыз, бұдан бөлек тағы қандай қызметтер автоматтандырылды? Біз облыс көлемізді ахат органдары 2011 жылдан бастап осы электрондық портал арқылы жұмыс бастадық. 2011 жылы біздің облыс көлемізді 4 қарыз неке қию портал арқылы біз облысымызға түскен. Өткен жылы бізде облыс көлемінде 6973 арыз түсті электрон портал арқылы. Бұл көбінесе 80% неке қию. Осыған арыз түседі, ажырасу, жаңа мен айтып кеткендей. Былтырғы жылдан бастап біз облыс көлемінде мына туу туралы туды тіркеу, туу туралы куәлікті алу, туды тіркеу электрондық портал арқылы көп жұмыстар атқардық осы біздің әділет департаментіміз. 16 жылы бізде тууға 96 ғана арыз түссе, былтырғы жылы 1441 арыз түсті. Осы өткен биылғы жылдың 1,5 айымыз өтті ғой, осы 1,5 айдың ішінде облыс көлемізде 1689 арыз түсті портал арқылы. Мен ойлаймын, осының бәрі біздің ахат органдарының көп жұмыстары, халықтың ортасында ахат органдарының жұмысшылары енді халықтың ортасында көп жұмыс атқарады осы туралы. Күлкен райондар, Үржар ауданы, осы ауданда айтуға болады, көп жұмыс істейді ахат органның қызметкерлері. Тарбағатай ауданына үлкен алыс аудан деп санаймыз, көбі ауылда тұратын кісілер деп ойлаймыз, бірақ та осы аудандарда бізде электрондық түрде арыздар жастардан да үлкен кісілерден көп түсіп жатыр қазіргі заманда. Январь айынан бастап осы биылғы жылы республика көлемізде проактивный жаңа бір проактив ретінде туыны тіркеу туралы арыз алып жатырмыз. Бұл босанған аналар перзентханада
СМС арқылы, ұялы телефон арқылы, СМС арқылы ахатқа арыз түсіруге болады. Бұл өте бір тиімді, уақыты өнімдейді. Бұл бір арызбенен жасана баланың туу туралы куәлігін алады. Балабақшаға кезекке тұруға болады. Тағы да өзінің әлеуметтік төлемдерін бір арызбенен бәрі өзінің... Бір ғана арыз бірнеше құжаттың бір мезгілде орындауына мүмкіндік беріп отыр дейсіз. Беріп отыр, иә. Бізге осы 1,5 айдың ішінде 960-қа таяу осындай арыз түсті. Біздің облыс көлемізді. Ал енді Дина Мәулетханқызы, келесі сауал өзіңізге. Жалпы мына біз бағанадан бері айтып отырған көші-қон тұжырымдамасында этникалық қазақтардың қоныстануы туралы да айтылған. Осы жағы қалай шешімін тауып отыр? Қандай көрсеткіштер бар облыс бойынша? Этникалық көші-қон, сыртқы көші-қон, бұл көші-қон саясаты тұжырымдамасының үлкен бір тармағы. Қазақстан Республикасы үкіметінің 2016 жылғы 18 ақпандағы 83-ші қаулысына сәйкес Шығыс Қазақстан облысы оралмандар мен қоныс аударушылардың өңірі ретінде айқындалып отыр. Бұл ретте біздің облысымызға көшіп келетін, ішкі көші-қонмен көшіп келетін қоныс аударушыларда, сыртқы көші-қонмен көшіп келетін оралмандарда үлкен тиімділіктер мен жеңілдіктерге ие болады. Құжаттандыру енді ең басты мәселе. Көшіп келгеннен кейін оралман мәртебесін беру, бұл да мемлекеттік қызмет түрі біздің басқарма тарапынан көрсетілетін, бұл да альтернативті түрде көрсетіледі. Биылғы 17 жылдың 1 қаңтарынан бастап бұны халыққа қызмет көрсету орталығы көрсетеді. Бұл өте ыңғайлы. Жаңа апай айтпақшы, кез келген ауыл аймақтың өзінде Үржарға келген оралмандар бері Өскеменге жол жүріп қажеті жоқ. Үржардың халыққа қызмет көрсету орталығына барып, сол жерден оралман куәлікке құжат өткізеді. Оралман мәртебесінің мерзімі 1 жыл. Оралман мәртебесін алғаннан кейін сәйкесінше оралмандарға қарастырылған барлық тиімділіктерге ие болады. Ең басты бүгінгі таңда оралмандарға үкімет тарапынан беріліп отырған ең басты тиімділік бұл жеңілдетілген тәртіппен Қазақстан азаматтығына өту. 2016 жылдан бастау алған игі іс бұл үкіметтің. Отбасының әрбір мүшесіне 35 айлық есептік көрсеткіш көші-қон қаражатын әрбір азаматқа төленеді ғой. Ал енді осы санаттағы азаматтар, жаңа ішкі көші-қон, сыртқы көші-қон деп жатырмыз. Оларды жұмысқа тарту, орналастыру, қайта мамандық алуына көмектесу жағы қалай шешімін тауып келеді? Осы көші-қон қаражатын алу үшін бұл кісілер қазіргі республикамыздағы іске асырылып келе жатқан тағы да үлкен бағдарлама, бұл жаппай кәсіпкерлікті дамыту деген үлкен бағдарлама бар ғой. Осы бағдарламаның қатысушылары ретінде тіркеледі. Бұған тіркеліп, біздің жергілікті деңгейдегі комиссиядан өтіп шешімі шыққан оралман отбасыларының тізімі аудан және қаладағы жұмыспен қамту орталықтарына жолданады. Әр оралман отбасы сол жерге барып тіркеліп, өзі тұрақты тіркелген жұмыспен қамту орталықтарыменен 1 жылдық әлеуметтік келісімшартқа қол қояды. Сонда сол 1 жыл көлемінде аудан әкімшілігі оралмандарға жауаптанады. Жұмыс іздейді, жаңағы қайта оқудың түрлеріне жібереді, немесе кепілсіз несие алуға көмектеседі. Бұның барлығы әрине жаңағы әлеуметтік келісімшартта жазылған, екі тарап қол қойылған, көшіп келген 1 жыл бұл кәдімгі көмек оралмандарға. Ал енді қайта мамандыққа баулу, мысалы үшін, о кісінің мамандығы жұмыс берушінің сұранысына сай келмей жатқан жағдайда қайта даярлық курстарынан өткізіле ме бұл санатта? Иә, өткізіледі, бірақ бұл оралманның өзінің өтініші негізінде. Иә, егер де оралмандар жаңағы халыққа қызмет көрсету орталығына барып осындай өтінім берсе, мен қайта мамандықтан, қайта оқытудан өтейін деп едім десе, онда оқу түрін әйелдерге арналған, ер адамдарға арналған оқу түрлерін таңдап, әлбетте оқуына болады. Яғни мүмкіндік жаққа толығымен қарастырылған. Осы сұрақты жалғастырып, біз АХАС орган арқылы
осы оралман біздің Қазақстанның азаматтығын алған кісі адамдар басқа жерде туған баладарының туу туралы куәлігін біздің ахат бөлімдерінен алуға болады. Біз тіркеп, жаңадан Қазақстанның куәлігін беріп отырмыз. Бірақ та заңға сай туған жерін, сол туған өзі қай жерде туған, соны жазылады. Бірақ та тіркеген орны осы Қазақстанның туу туралы куәлігін беріп отырмыз. Жақсы, бізге берілген уақытта аяқталды. Уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге көп-көп рахмет. Құрметті көрермендер, осымен бүгінгі әңгіме хабар тәмам. Келесі эфирде амандықпен жүздескенше.